футболкамен намаз оқуға болады, ешқандай да әбестігі жоқ. Әйтсе де көпшілік орындарға бару, соныменен сосын әрдайым сондай футболкамен намаз оқу, бұл әдепсіздік болып саналады. Ассалаумағалейкум, мұсылмандарым. Мына Арман Қуанышбаев деген діннен еш хабары жоқ, білімсіз надан дүмше молда болып табылады. Бұл дінді қойып қазір енді мына футболкаға көшейін деді. Ақмақтығымен. О топас Арман. Құран мен Сунаның қай жерінде жазылған? Футболка киіп намаз оқыса әдепсіз болады деген. Қай елдің заңында жазылған? Егер футболканы үнемі киетін болса, ол әдепсіздік болады деген. Кімнің не киген десең шатағың қанша? Футболка киеме, арабтың киген киеме. Ең бастысы намаз оқыған кезде әуреті жоқ болса болды емес пе? Міне мына фотоға қараш. Әнші Францияның президентімен кездесуге аяғына кроссовка киіп тұр. Бұл немен әдетсіздік пе? Кім не кисе соны киеді қазіргі заманда. Сенен ешкім ештеңе сұрамайды. Мысалы мен футболка кием, мен немене әдетсізбін бе сонда? Немене шатып отырсың, не боқ жеп отырсың сен? Қойсаң шен деудің бана адастыра бермей.